Мен Қызылорда қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші D сынып оқушысы Бейсенбай Гаухар. Қазақтың біртуар ақыны Төлеген Айбергеновтың 85 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған челленджге қатыса отырып, ұлы ақынның "Ортаңа келді өз балаң" атты өлеңін ұсынамын. Жансын деп жақсы орталарында маздап ән, қалсын деп жақсы көңілдер ойды қозғаған. Түк тұрып қарсы ал, о туған елім, тілектестікпен қойныңа кірді өз балаң. Сағына келді қайтпаққа сені бір көріп, жанына жібер, жасампаз жарық нұр беріп, ақтарыл алдан сырларға толы сыр болып, жасарған жерім дүниеге бүгін бір келіп. Келді ол саған белдермен сансыз қыр басып, төбесін көкке тигізу үшін сырласып, күн санап сенің көркеуіңді тілеген, жүрек қой саған бұл ғашық. Арманның жүгін алысқа тартқан нарың бол, ортаңнан шыққан, орта түспейтін дарын бол. Сен көлсің үлкен, қайықтығыңды тербеткен, аяулы, іңкәр, ақ маңдай ақ сұңқарың бол. Бүгінгі күні қанатын қомдап пәк түлеп, шөмшіден ұшты сендерге деген ақ тілек. Алыста жүрсе сүю де жақсы аңсаумен, жақынға келсе құшақтап сүйген тәттірек. Құшағыңдағы сүйікті сенің жан еркең. Оянады әр күн жан еркеменен таңертең, балаңа ойлар қазынасын бер қазынам. Ұлыңның ынтық ықыласын ал, жан көлкем. Көңіліменен өмірі мәңгі шуақ ел, әр көрген сайын сендерді қайта туады ол. Азамат дала, куә бол ыстық құшаққа, азаматтаулар сендер де бұған куә бол.